Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дәруменге бай, соған қарамастан өте оңай дайындалатын витамин К салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін жарты келі алманы 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. грамм мейізді алдын ала жылы суға салып, жарты сағаттай қойып қоямыз. Содан соң оны да ұсақтап тураймыз. Ендігі кезекте жарты келі қайнатылған қызылшаны да 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Осы аталған ингредиенттерді бір ыдысқа салып, үстінен шым-шым тұз және 3 ас қасық жақсы табиғи таза балды қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз да дайын болды. Өте оңай дайындалады. Сонымен қатар дәруменге өте бай. Көктем мезгілінде дайындап жегенге өте таптырмас салат. Үлкендерге де, кішілерге де бірдей ұнары анық. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен дайындап жатсаңыздар, баршаңызға ас болсын.